Артқы тесікпен, яғни анал тесігімен қатынасқа түсу. Мен Ернұр Айнаев, 15 жылдық тәжірибесі бар уролог, андролог, PhD дәрігермін. Парақшамда ерлер денсаулығы жайында тіркеліп алыңыздар. Видеоларды өткізіп алмас үшін колокольчикті басып қойсаңыздар болады. Егер сіз қыздық пердеңізді сақтап қалу үшін арттан қосылып жүрсеңіз, егер сіз әйеліңізден арттан болайықшы деп сұрай берсеңіз, немесе уже қосылып жүрсеңіз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Маған Инстаграмда осы мәселе бойынша сұрақтар өте көп келеді. Жас қыздар өзінің қыздық пердесін сақтап қалу үшін артпен қосылып едік, сол бола ма, ол бізге зиян емес па деген сияқты сұрақтар. Немесе әйелдер өзінің күйеуін арттан көп сұрайтын жайында, немесе жас жігіттер болашақ әйелімнің немесе қызымның қыздық пердесін сақтап қалу үшін арттан қосылып жүредік, немесе арттан қосылайын деп едім, сол бола ма, зиян емес па деген сұрақтармен көп хабарласып жатады. Сол бойынша сіздерге түсіндіріп кетейін дедім. Арттан қосылу ол біріншіден дінімізде рұқсат емес. Екіншіден, арттан қосылған кезде үлкен дәретті ұстайтын сфинктер зақымдалады да, үлкен дәретті ұстап қалу қиындауға түседі. Сосын үлкен дәреті шығып кетуге алып келуі мүмкін. Арттан қосылған кезде сфинктерлар зақымдалып, трещиналар пайда болуы мүмкін. Сол трещиналарға инфекция түсіп, ол жер қабынуы мүмкін. Сосын трещина болған кезде ол жақтан қан шығады да, қатынасқа түскен кезде қан арқылы жұғатын инфекцияларды бір-біріне жұқтыруы мүмкін. Қандай инфекциялар? Гепатит, ВИЧ сияқты инфекцияларды жұқтырып алуы мүмкін. Және артқы тесікте кишечная палочка деген инфекцияның орналасатын жері. Сол жақта жыныс қатынасқа түскен кезде зәр шығатын канал арқылы кишечная палочка каналға түсіп, ол цистит, простатит ауруына алып келуі мүмкін. Және де ол арттан қосылған кезде ол жақта болевой рецепторлар өте көп орналасқандықтан, ол жақ өте ауырсыну алып келеді. Егер сіз арттан қосылғаннан кейін кіші дәреттен ашу, қысшу, қиналып шығу сияқты симптомдар байқалған болса, онда осы кишечная палочка инфекциясы бар жоғына тексерілу қажет. Егер сізде және әйеліңізде жыныстық жолдарында қандай да бір проблема болатын болса, мен уролог, андролог және біздегі істейтін гинеколог, репродуктологқа төмендегі номер бойынша тіркеліп жазылып алсаңыздар болады. Егер видео ұнаса, төмендегі колокольчикке басып қойыңыз. Егер осындай сияқты видеолар тұрақты шығып тұрған қаласаңыз, онда міндетті тіркеліп алыңыз. Және комментарийға келесі жолы қандай ақпараттар алғыларыңыз келетін, немесе мағлұматтар алғыларыңыз келетін жазып кетсеңіздер, сол ақпараттарды сіздерге беруге тырысатын боламыз.